Эфирде таңғы жаңалықтар. Қайырлы күн, қасиетті шаңыраққа жиналған қадірлі жандар. Бүгін 2023 жылдың 28 ақпанында қаймағы бұзылмаған Қызылоба ауылында Батыр ағымындағы білім ордасында семинар өткізілуде. Бұл семинарға Карманов, Пятимар, Нағала мектебі, номер 3 қазақ мектебі, Мұхтар Мемаров атындағы жалпы орта білім беретін мектептерінің жаратылыстану математика пәндерінің мұғалімдері жиналуда. Сюжеттерге назар аударыңыз. Жон Серікбайұлы, бүгінгі семинарға деген әзірлігіңіз қандай дәрежеде? Енді бүгінгі семинар дегеніміз аудандық көлемде болып жатқасын өте жақсы дайындықтамыз. Жалпы ұстаздардың балаға деген білім мен тәрбиесіне жұмыс жасауда тәжірибелерін кеңейтіп, пікір алмасып, өздерінің тәжірибе алмасып, сондай бір ұстаздық жолда үлкен әдістемелерді кеңейту, сондай бағытта жұмыстарды үйлестіреміз. Жалпы біздің ауданымыздың ұстаздары осы жаратылыстану бағыты бойынша өте жақсы ұстаздарымыз бар. Соған байланысты жаңашыл ұстаздарымыз бар. Соған байланысты тәжірибе алмасу семинар өте сәтті де жақсы өтеді деп есептейміз. Барынша жақсы әзірлендік деп ойлаймыз. Бәріне сәттілік тілейміз мына семинардың жақсы өтуіне. Жалпы еліміз тыныш, басымыз аман болсын. Қиында қызықты ұстаздық қызмет, ұстаздарға шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашан ізденісте болсын, жаңалық құштар болсын. Сондай осы қиын жолдарында келешек ұрпаққа саналы тәрбиемен білім беруге тілекшіміз. Жауабыңызға рахмет. Дана Тасболатқызы, бүгінгі семинардың басты модераторы сізсіз. Семинарға қанша мұғалім келеді деп жоспарлап отырсыз? Саламатсыз ба? Сұрағыңызға өте рахмет. Бүгінгі семинарға мектептерден химия, биология, математика, физика, география пәндерінен 30 мұғалім келеді деп есептеп отырық. Семинардың жалпы мақсаты мұғалімдердің бір-бірімен тәжірибе алмасуы, әдіс тәсілдермен бөлінуі. Бүгінгі семинардан өте үлкен жетістіктер күтеміз. Бүкіл әріптестеріміздің барына сәттілік тілейміз. Бүгінгі семинарды өткізгелі отырған осы Есен Шеңгерей Шорақбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің ұжымына көп-көп рахметімді айтамыз. Тек жақсы күндеріміз көп болсын. Жақсылық, сәттілік. Сізге де көп рахмет. Үлкен болып өсіп кеттіңіз. Осында журналист болып биіктен көріне беріңіз деген келеді. Аман болыңыз. Жауаптарыңызға рахмет. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Біздің мектепке қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы бүгін семинардағы басты мақсаттарыңыз қандай? Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Енді бүгінгі семинардан өзінің кейс қоржынына бір жаңа бір ой алып кеткім келеді. Рахмет. Сауалнамаңызға рахмет. Бүгінгі күнге сіздерге сәттілік.